Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі бейнемізде қандай волосина оснастка қалай дайындау керек, қандай құралдар керек, не алуға болады, осындай бюджетный тәсілмен қалай істеуге болады, соның бәрін көрсетеміз. Бізге қажетті заттар бұл қайшы, кембрик, стопорлар, стопорок дейді. Мынандай ине керек, игла. Поводочный материалдар бар осындай. Сырты рәзіңкемен қапталған, бірақ кәдімгі жақсы плетенкамен де қолдансаңыздар болады. Бүгін бізде осындай бар екен, осымен жасайтын боламыз, Құдай қаласа. Және курчоктар, ілмектер, атап айтқанда осындай ілмектер бар екен. Бюджетный арзандары. Жақсы күршектер, мына банановый күршектер. Осыларды қолданамын мен өзім. Мына кіші размері бар, үлкендеу размер. Мына жақта жазылған 6-лық, 4-лік. Мінекей мынау да жақсы. Жақындатып көрсетсем, ағайындар міне. Банановый күршек. Мінекей. Осы күршекті қолданамыз қазір. Мінекей ағайындар мынандай поводочный материалды алып, плетенка қолдансаңыздар болады бұның орнына. Бізде бар болғаннан кейін осыны қолданып жатырмын қазір. Бұл да бір аса қымбат тұрмайды. 2-3 мың теңге тұруы мүмкін. Осындай бір 20 сантиметр алып қырқып аламыз қайшымен. Бас жағынан байлайтын жерден орайтын жерлеріміз бар. Қимылы жұмсақ болу үшін, яғни күршек көтерген кезде жұмсақ тез көтерілу үшін, мынаның ішінде сыртында қапталған рәзіңкесін былайынан тырнақпен алып тастасаңыздар болады. Былайынан алынады. Сырты кәдімгі жыланның терісі сияқты алынды. Одан кейінгі мәселе бізде стопорок ағайындар. Стопороктарды мен өзім көп кетпеу үшін екіге бөлім. Осылайынан. Мына ортасында жесімі бөлім кетпеу үшін жай осылайынан қырқсаңыздар екіге бөліне салады. Бұл мына жүгеріні қысып тұруға, ары-бері қозғалып кетпеуіне өте қатты үлесін қосады. Стопор дейді. Мінекей мынандай тесіктері бар. Сол тесікке бағанағы сыртын алып тастаған жағын, рәзіңкесін алып тастаған жағын осылайынан өткізіп аламыз да. Мінекей. Осыған тартсаңыздар, мына ішіне кіреді де қалады. Көрдіңіздер ғой. Одан кейін сразу ыңғайлы болу үшін узел байлаймыз. Көрмеп байлаймыз мына жерге. Петля вязым жоқ менің. Петля вяз болмаса да қолмен бір айналдырып кәдімгідей байлайсыздар өткізіп. Бұл жерде стопор тұрады, жүгеріні ұстап тұрады яғни. Міндетті түрде сулаңыздар, сулап тартыңыздар, байлап. Артық жағын қырқып тастаймыз. YouTube арнасында бұлай жасап атқан көрген жоқ, мен бұлай қазақша айтып, қазақша түсіндіріп, мына жерлерін, мынау зажигалканы қолданатын кезде абайлаңыздар. Барлығын жандырып жібермеңіздер, мынау шошайып тұрғанын ғана жай от тигізсеңіздер өзі кеміп әдемі болып тұрып қалады. Мінекей. Мынандай термонасадка болады. Термонасадка қырқып аламыз осылай. Кішкентайын. Бұның да пайдасы өте маңызды.
осындай кішкентай қырқып. Енді мынаған өткіземіз. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, петля байланды, стопор байланды, термонасадка өткізілді. Осылайынан тұру үшін. Жаймен деп тартсаңыздар, келетті қалады өзі. Так, тағы бір мәселе ағайындар. Мынау ұшы жала жақта болу керек жіп. Мына ілмектің жібі осы үшкір ұшқа теңбе-тең келу керек. Мына жағын қарайсыздар өздеріңіз. Бойлай саламын дейтін болсаңыздар, үлкенірек қыласыздар, өйткені попап бар, басқа бар. Енді бізде максимальный 2-3 жүгері ары кетсе 2-3 жүгерге істейміз. Осы арақашықтық бізге жетеді. Одан кейін аяқ жағын ілмектен өткізіп боламыз. Мінекей. Жақсы көрініп отқан шығар сіздерге. Дәл осындай болды мінекей. Одан кейін мынаны ешқандай байлаудың қажеті жоқ. Дәл осылай қысып отырып айналдыра береміз. 2, 3, 4, 5 рет айналдырсаңыздар болады. 6 рет. Инеге дейін айналдырсаңыздар болады. Бірақ енді қанша ораған сайын, қанша басқа заттар қосқан сайын ілмегіміз ауырлай береді. Бізге ілмектің қатты ауыр болғаны қажет емес. Дәл орап алдыңыздар, одан кейін үстінен бір қайтарамыз. Қайтарамызды қайтадан мынау ілмектің үшкір жағына қарай, жаласына қарай өткіземіз. Мінекей ағайындар. Тартасыздар. Жақсылап тартып, мына жақты міндетті түрде сулап жүру керек. Мінекей ағайындар. Осындай болды. Осы волосиный снасть дейді. Аяқ жағын бір 10-15 сантиметр қыласыздар. Қатты ұзын керек емес. Мінекей. Мынаның өзі әжептәуір ұзын. Мінекей. Осы жетеді. Осылай өлшеп аласыздар. Кәдімгідей былайынан бір орап алып, мынау тесікке мына петлядан өткіземіз. Кәдімгі 8 қатты қысасыздар. Өйткені бұл жерде нагрузканың бәрі, күштің бәрі осы жерге, салмақтың бәрі осы жерге түседі. Жақсылап қысып, сулап алыңыздар мынаны. Артығын ұшма-ұш қылмай, осы жерден, мына жерден қырқып алып тастайсыздар. Мінекей ағайындар. Көрдіңіздер ме? Ешқандай қиындығы жоқ. Одан кейін мынандай бәңкілерде поп-ап деген болады. Поп-ап дегеніміз бойлыны көтеріп тұратын заттар. Бойлы болса, осыған қазір келтіреміз. Мінекей достар, бойлының бас жағын кесіп, поп-апты кесеміз де, осылайынан сверломен тесеміз, сөйтіп өткіземіз.
көзбен өткізіп мындай стопорлар болады. Әртүрлісі болады бұл стопорлардың. Бізде бары осы. Осыны қолданамыз қазір. Өткізіп алғаннан кейін мынау бағанағы басында жіберген стопорымыз осы бойлығына қысудың жұмысын атқарады. Мінекей ағайындар. Оснасткамыз дайын. Міне. Керемет. Енді суға салып көрейік, қалай көрсететін көреміз. Ал көрейік салып. Поводоктың өзіне келетін болсақ, базарда сатылады. Оның ішінде қорғазыны бар өзінің. Көрдіңіздер ғой, қорғазыны бар. Дайын осындай материалдар сатылады. Бұл поводочный материалдардың өзі, осындай қораптарға оралған болады, бірақ олар қымбат. Бізге енді бюджетный варианттар керек болғаннан кейін осындай дайын сатып алып, волосины оснасткаларды жаңа көрсеткен, оны қолдан жасаймыз. Және осындай қылып жинаймыз. Жинаған кезде ағайындар міне осындай болады. Мінекей. Өзі стандарт. Ал достар, осымен бүгінгі өнеріміз аяқталды. Ұнаса лайк басып кетіңіздер, қолдап кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар тіркеліңіздер. Осындай контенттер керек болса комментарийға жазсаңыздар болады. Әдемі оснастка, 120 брусила, 3/5 ЛБ поводок. Келесі жолыққанша жарысымыз сәтті өтсек. Ассаламу алейкум, қазақ елі.